Benim ikinci balam Ali деген balam var. 10 yaşında qarı bolgan, ol jigit hazır Türkiye'de İmam Hatip'te okuydu ol jigit. Bir yıl kelgen vaqtında ake sabaqtarım onça жақсы жүрmeyatır, ne istesem bolat dedi. Men aytdim, balam, men қолымdan келген бәрін істедім. Мен саған арам тамақ берген жоқпын. Қолымдан келгенше адал тамақпенен seni baktım. Seni çalanaş kılgan жоқпын. Қалаған киіміңді алып бердім. Қолымdan келгенше seni ibadatмен тәрбиеледім. Men өзімнің шешеммен өмір ұрысқан емеспін. Шешемнің бетіне келген емеспін. Менің шешем екінші шешем. Бірақ сол балам туырысында екеуміз ұрысып қалатын едік. Мен оны Бамдатқа алып кететінмін. Бамдат азан сағат 5-те болады жаздарда. Сөйтсем шешем топалаң қылып ойбай қая бол, ұйықтасын, жатсын, немересі ғой. Мен айтам, жоқ, бұл намаз оқу керек, бұл намазға алып баруым керек деп тұрып, оны мен алып көтеріп алып кетем. Соның үстінде шешемнің бір-екі оқтауын да жеп, басыма сындырған. Бірақ соны да көтеріп алып барып мешітке. Шешем айтатым, бұл қазір ұйқыға құл болатын болса, ертең өмірдің құлы болады бұл. Бұл қазір бірінші ұйқыны жеңетін болса, ертең ол барлық нәрсені жеңеді. Бұны намаз оқытайық деген. Сенің апаңмен де қанша ерегісіп қалғанмын. Мен қолымнан келген істедім. Енді сен бұдан былай шынымен жәннаты болуды, шынымен үлкен білімді болуды қалайтын болсаң, анаң бар. Ananın ayağını suyun, ananın ayağını çoğun, ananın hizmeti kılın dedi. Men әкелік hizmetimde istep oldum. Elbette dua kılamın, bırak kalan жұмыс özünde bana. Sol için her bir bala anasına karar verir. Anan seni 9 ay köterdi. 9 ay köterdi. Sen bir ret köterdin mi sen? Sen bir ret ananı köterdin mi? Bir ret ana. Çılı sözümde ayaysın. Çılı sözümde ayaysın.